Алла тағалаға мекен беру немесе аршы мәселесіне қатысты имам Матуридидің көзқарасы, пікірі қандай болған? Осы сұраққа жауап беру үшін сіздермен бірге имам Матуридидің Китабу Таухид атты кітабына бірге талдау жасайық. Имам Матуриди өзінің еңбегінің «Кан Аллаха уәлә мәкан уәлә заман уә хуәл ән аля ма алейхи кан» деген сөзі бар. Мағынасында Алла тағала о баста бар. О бастан дегені әзәли, яғни ол Алла тағала мекенді де заманды да жаратпас бұрын бар еді. Және қазіргі кезде де әуелгі кезде қандай болса, қазіргі кезде де сондай. Яғни ешқандай өзгерістен, айнудан, бірінші және екінші жерге қарай көшуден, пәк, ондай нәрселерден ада деген. Негізінде ислам әлемінде, ислам әдебі бойынша бір кісінің атынан қандай да бір сөз, пікірін айтпас бұрын, оның анық қанығына, ақ қаралығына көз жеткізіп алу керек. Әсіресе ондай мәртебесі жоғары болған ғалымдардың атынан сөз сөйлеу кезде мұқият болу керек. Ал егер де бұл мәселені әдейі жала жабу мақсатында жасалған болса, онда Алла тағаланың келесідей аятымен жауап береміз. Я юхаллазина аману ин жаа фасиқун бинабаин фатабайяну. Ей иман келтіргендер, сендерге қандай да бір пасық адам бір хабармен келетін болса, онда оның анық қанығына, ақ қаралығына көз жеткізіп алыңдар, қараңдар деген аяты бар.